Тұрсынбек өзін бағаламағанын жылап отырып еске алған Мөлдір ханымның бүгін шындығын білесіздер. Видеоның соңына дейін көріңіздер. Бар шындық айтылады бұл жерде. Шындықты айтайын ба? Оқшырып қойын деп отырсыңдар ғой. Білмеймін. Тұрсынбек айтқан бір уақытта сен ән айта алмайсың деп. Сол сөз басып тастады ау. Соған сен қалдыңыз. Құдай, жылатасыңдар ғой. Сол. Негізі түп басталды. Салфетке жасалды. Иә, салфетка сұрай саласың. Енді бұл жерде Тұрсынбекті кінәлауға келген жоқпын мен. Бірақ бір сөзінде айтқан, сен айта алмайсың деп. Негізі біз қазақтың келіншектері күйеуіміз тыңдап қалған халықпыз ғой енді. Дәл қазіргі уақытта мен бір нәрсені дәлелдейін деген сияқты ниетпен жүрген жоқпын. Сөйтіп не істедім да? Ладно, көрсете беріңіздерші. Телеарна жүргізушісі болғым келді менің. Сөйтіп бір күні Тұрсынбек осы маған бір көмектесші. Телеарна жүргізушісі болғым келеді дедім. Ол үшін дайындаласың, кішкене тілін тазартасың, анық сөйлеуге тырысасың. Енді оқисың ғой бәрібір, тырысасың ғой. Алға ұмтыласың. Сөйтіп сен қолыңнан келмейді деді. Сосын енді өнер жаңағы өзімде кішкене комплекс бар, музыкальный оқымағам деген сияқты. Сосын ән айтып бастап едім. Сөйтіп мұрын тыржитып қарап маған. Ән айтпашы деді маған. Осылай. Бүйтіп осындай эмоциямен айтты. Шу басылып қалдым бір резко деп қойды кейін. Басылып қалдым. Айтпайды деп. Мен айтып жүрем, өзіміздің отырып қалған орталарда да екінші Мөлдір қайтадан туылмайды бұл әлемде. Екінші Гүлнар туылмайды. Бір адам болып қана келдіңіз бұл өмірге. Осы түр, осы мүсінмен. Бұл 40 жасымыз, немесе сіз 25-те 30-дасыз ба, қанша қайтадан келмейді артқа. Сондықтан да